Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін қысқы ойын түрлері арқылы топтық, жұптық жұмыстарға арналған әдістерді талдап талқылайтын боламыз. Бұл әдіс бастауыш сынып және мектеп алды даярлық, балабақша тәрбиеленушілеріне және оқушыларға өте жақсы, керемет әдіс. Көрнекілігі өте ыңғайлы және қызықты болып келеді. Бұл әдіс атап өткендей топтық жұмысқа арналған немесе жұптық жұмыстарға да керемет әдіс. Мысалы, екі топқа екі шананы тақтаға іліп, қар көшкіндеріне тапсырмалар мен сұрақтар жазылады. Дұрыс жауап берілген қарды өз шаналарына салады. Немесе бұны өз идеяларыңызды жетілдіру арқылы қолдана берсеңіздер болады. Мысалы, бұрыннан бері сабақ беріп келе жатқан мұғалімдер біледі, қар көшкіні деген ескі әдіс бар еді. Оны өзіміз умаждалған ақпаратқа тапсырманы жазып оқушыларға лақтыру арқылы тапсырма беретініміз. Ол қар көшкіні деп аталатын. Ал мынау бұл жаңартылған қызықты түрі болып табылады. Енді бұны басқаша былай жасасақ болады. Қар көшкіндеріне тапсырмаларды жазып, шанадан басқа жаққа жапсырып қойсақ болады. Оны дұрыс жауап берген үшін алу арқылы әр топ өзінің шанасына апарып жапсырса, неге сол қай топтың шанасында қар көп, сол топ жеңімпаз болып есептелінсе, екі немесе одан да көп топтарға бөліп ойнатсаңыз болады. Болмаса, жұп бойынша ойнатсаңыз, бұл өте қызықты әдіс. Ал бұл әдіске қажеті бізге шана, алдарыңызда тұрған, яғни қар көшкіндерін салатын шана, сыныптағы топтың санына қарай, болмаса жұптың санына қарай шығарып аласыздар. Одан кейінгі қажетті көрнекілік бұл қар. Балалардың өзі жасаған қолдан қар бар ғой, не сол сияқты. Әрбір қардың артына тапсырма жазсаңыз болады. Бірінші сынып оқитын болсаңыз, буындап оқуға, болмаса белгілі бір сөз талдауға мағынасын. Үшінші, төртінші сыныптар болса, ереже жазуға, математика болса, көбейту бөлуге болады. Алдарыңызда осы әдісті қолданған мұғалімнің тәжірибесінен көре аласыздар. Мұғалім бұл жерде бірінші сынып оқушыларына әрбір сөздің синонимін болмаса, айтылған белгілі бір сөздің мағынасын сұрау арқылы көрсетіп жатыр. Мұнда балалар әрқайсысы өзі жеке жұмыс жасап жатқан сияқты. Әрбір дұрыс жауап берген үшін балаларды тақтаға шығарып жатыр. Осы әдіс тәсілді сабақтарыңызға қолданып жатсаңыздар, кері байланыс бере отырыңыздар. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін рахмет. Сабақтарыңыз жақсы дәрежеде өтсін, жұмыста озат, жеке өмірімізде бақытты болайық әріптестер.